Саламатсыздар ма? Бүгін біз 121-ші сабақпен танысатын боламыз, яғни фигураларды салу. Бірінші тапсырма. Біздің кейіпкерлеріміз ауылға барды. Үй жануарларына арналған қоршаудың периметрін есепте. Оны әртүрлі тәсілмен есептеп таба аласың ба дейді. Яғни мына берілген қоян, құстардың, яғни тауықтардың, мынау қойлар тұрған, яғни қоршаулардың периметрін есептеуіміз керек. Бірінші қояндар тұрған периметрін есептейміз. P тең ені 6, ұзындығы тағы 6. Демек, бұл квадрат шаршы деген сөз. 4 дана 6 бар деген сөз. Ол 24 сантиметр болады. Одан кейін тауықтар тұрған ұзындығы 6, ені 4 екен. Міне 4, мынау 6. Қосамыз және 6, қосамыз және 4. Сол кезде шығады 20 метр. Барлығында метр екен. Кеңісі мына қойлар қамалып тұрған. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бұрышты фигура берілген. Тең барлық қабырғасы 4 екен. Демек 4-ті көбейтеміз 6-ға. Сонда 24 метр шығады. Ал енді осылардың екінші тәсілдері бар. Яғни бірінші мына қояндар қамалып тұрғанда да біз P тең 4 көбейген 6 деп қарастырсақ болады. Ал мына әтештер қамалып тұрғанға біз былай дейміз. P тең 6 қосу 4 көбейген 2 дейміз. Сонда 20 метр шығады. Ал мына 6 бұрыштыкін 6-сын жеке-жеке жазып шықсақ болады. 4 қосу 4 қосу 4 қосу 4 және қосу 4 деп, сонда 24 метр деп. Осындай екі тәсілмен жазуға болады әрбір есептікін. Келесі, фигуралардың қабырғаларын өлше, яғни сызғышпен өлшейсіңдер, өлшеуді білесіңдер. Мына жерде 0, мына жерде қаншаны көрсетіп тұр? Соны белгілейсіңдер мына жағында. Сосын осы фигураларды дәптерге сызасыңдар. Және периметрін есептейсіңдер. Яғни мына қабырға мен мына қабырға, мынау 4 қабырғасын қосып шығулар керек. Келесі, тік төртбұрыштың периметрін есепте, периметрі қалай өзгереді? Неге деп тұр? Яғни ұзындығы 5 см екен, ені 3 см екен. Демек, периметрін есептеуіміз керек. P тең периметрін есептеу үшін 5-ке қосамыз 3-ті және оны 2-ге көбейтеміз. 5-ке 3-ті қостық 8, оны 2-ге көбейттік 16. Одан кейін 2 сантиметр кем екен. Егер ені мұна жоғарыдағы тұрғаннан 2 сантиметр кем болса, онда 1 болады. Егер мұна ұзындығынан 2 болса, 2 кем болса, онда 5-тен 2-ні азайтамыз. Яғни ұзындығынан 2 сантиметрге кем деп қарастырамыз, сонда 3 шығады. Периметр 3 болады, мына жерде ені 3 болады. Сонда P тең 5 қосу 3 болады. Көбейген 2 тең, бұл жерде де 16 шығады. Кеңісі 1 сантиметрге кем, яғни мына 5-тен 1-ге кем деп аламыз. 5 минус 1 тең 4. Демек, P тең 5 қосылған 4 көбейген 2 тең 9 шығады. 2 көбейтсек 18 сантиметр деген сөз. Яғни екеуі тең болды, біреу оларға көп болды. Ал енді тағы бір нұсқасы бар. Мысалы, енді 2 сантиметрға кем деп тұр. Ол кезде мына жоғарыдағынан 2-ге кем деп қарастырсақ болады. Жоғарыдағынан 2-ге кем десек, мына жерде 1 сантиметр болады. Мына жерде 2 сантиметр болады. Сонда 1 сантиметрден кеміп түседі деген сөз. Яғни мына жерде 2-ні қолданамыз, мына жерде 1-ді қолданамыз. 3-тің орнына 1-ді, мына жерде 4-тің орнына 2-ні қолданамыз деген сөз. Келесі тапсырма, теңдеулерді шеш дейді. Яғни күрделі теңдеу берілген. Осыны шешеміз. 3x тең 77-нің қасына 50 минус болып өтеді, яғни азайту болып өтеді. Осы жерден 3x тең, мына жерді өтір қояқ. 27 x-ті табу үшін
27'ni bölemiz 3'ge. Sonda x teң 9 болады. 9'da kelip koyamız 27. 27'ge gelүүümüz qossaq 77 çıgadı. Kelesi birevi. 24 bölü s dep tur. Yani 24 s'ga bölünedi және 192'ge bölünü gerek. Demek biz bulay jasaymiz. 24 bölüngen s öz boyunca turadi. Al 100'den azaytamız 92'ni. Sonda 24 bölü s teң 8 çıgadı. S'ны anıqtau üçün s teң 24 bölüngen 8 болады. S teң 3 çıgadı. Yani s'nın cevabı 3 eken. Onu apap tekşerip görүүгө болады. Üçüncüsünü göremiz. Üçüncü tengdewde 3 köpeygen x teң 92'den 68'i azaytamız. Bu jerde 22, men 24 болады. X tapı üçün 24'tü bölemiz 3'ge. X teң 8 çıgadı. Yani x'nin мәні 8 eken. Kelesi tapsırmada figuralarda ölçeysingler, yani sızgıçпен ölçep her bir kabırganın uzunluğunu жазып чыгасыңдар. Және perimetrleri birдей figuralarda tap deydi. Perimetrlerin мәні осындай тағы да figuralar салууга боламы? Yani әрине perimetri осылай болатын figuralar салууга болады. Мүмкүнчүлүк бар. Мына жерде тең фигураларды анықтасаңдар болады. Perimetri тең болгон. Барлығын сызгычпен өлчөөгө болот. Сызгычпен өлчөп дәптерге сызамыз. Одан кийин кандай сандар жазылмаган. Яғни кандай сандарды жазсак, мына коюлган теңсиздиктер және теңдеүүлөр дұрыс болот. 93. Яғни мына жерде канча болса 93'тен үлкен болот. Әлбетте 9 болса, демек 94 93'тен үлкен. Кеңгиси, мына жерде канча болса 98'ден үлкен болот. Әлбетте бул жерде 99 болса. Мына жерде 100'ден 1 азайтып тур. Ол дегенimiz 99. Ал мына жерде канча болуу керек? Әлбетте 100, я болмаса 100'ден үлкен. 101, 110 дегендей сандар болуу керек. Демек мына жерге 2 цифр жазылуу керек. Ал мына жерде тең болуу үчүн мынаган 10, мындан 11 деп жазсак болот. Оганда нускалар өтө көп. Мен бир нускасын көрсөттүм. 10'га 1 костум 11 деген сөз ғой. Тең коюу керек.